Сәлеметсіңдер ме, балақайлар? Бәріміз бүгін экранға мұқият зер саламыз және әліппе оқулығын аламыз. Бүгін сабаққа дайынсыңдар ма? Жарайсыңдар, балалар. Бәріміз бірінші экранға назар салайықшы. Экраннан не көріп тұрмыз, балалар? Я, дұрыс айтасыңдар. Алманы көріп тұрсыңдар, керемет. Алма сондай көңілді екен. Ал балалар, сендердің көңіл күйлерің қалай екен? Кәні, маған комментарияның астына өз көңіл күйлеріңді жазуды ұмытпаңдар. Және менің каналыма тіркеліп қойыңдар. Ал балалар, алма деген сөзді және қайталап көрейік бәріміз бірге. Алма. Керемет, балалар. Алма деген сөзде бірінші қандай дыбыс естіліп тұр? А дыбысы. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бүгін біз сендермен А дыбысымен әріпін білетін боламыз. Балалар, біз дыбыстағанда, яғни бізден, балалар, біз алма дегенде А деген дыбыс шығады. Ал енді сол А дыбысын таңбалауымыз қажет. Таңбалау үшін бізге А дыбысының мынандай таңбасымен танысамыз. Өте әдемі және өзі қып-қызыл болып киініп алыпты. Көргілерің келе ма? Жарайды ендеше. Мен сендерге дайын болыңдар. 1, 2, 3. Керемет, балалар, қандай тамаша, кәні шапалақ ұрып қояқшы бәріміз бірге. Керемет, балалар. А дыбысы қызыл түспен жазылыпты, е? Неге қызыл түспен жазылып тұр? Себебі А дауысты дыбыс. Керемет, балалар. Балалар, бүгін мен сендермен сабақты орманда өткім келіп, таза ауада, бір керемет жағдайда өткім келіп келе жатсам, алдымнан бір аюды көріп қалдым. Аюды көрдім да, талдың түбіне тығылып, отыра кетіп, ол енді не істейді екен деп бақылап отырдым. Сөйтсем, балалар, аю іздеп жүрген сияқты. Сендер қалай ойлайсыңдар? Ол не іздеп жүр екен? Кәні маған көмектесіп жіберіңдерші. Аю бір кезде бір талға қолын соза кетті. Сөйтіп қолын созып, өзі бірдеңені жеп отқанын байқадым. Балалар, ол аю не жеп отыр деп ойлайсыңдар? Аю нені жақсы көретін еді, балалар? Я, дұрыс айтасыңдар. Аю балды өте қатты жақсы көреді, балалар. Аю дегенде қандай дыбыс естіліп тұр? Я, дұрыс. Аю дегенде А дыбысы естіледі. Керемет. Ал енді ары қарап оқиғаны тыңдаймыз. Аю барынша балды жеп, рахаттанып отырды. Бір кезде аюға бір ара ұшып келіп, оның іс-әрекетінің дұрыс емес екенін, балды көп жеуге болмайтынын айтты. Бірақ аю араның айтқан тыңдамай, балды тойып жеп, ауыз басынан бәріне балды жағып, рахаттанып отыра берді. Бір кезде ара өз достарын шақырып келді. Барлығы аюды қуа жөнелді. Аю қорыққаннан қолына балын тастамай ұстап алып, арадан қашып келе жатып, бар даусымен А деп айқайлап жіберіпті. Қаны бәріміз А деп айқайлайықшы қаны. Дұрыс айтасыңдар, балалар. А деп айқайлағанда қандай дыбыс естіліп тұр? Әрине А дыбысы. Ал енді сол А дыбысының қалай таңбалайтынын көрейік. Аю енді өзінің іс-әрекетін дұрыс емес екенін түсініп, бізбен бірге бүгін сабаққа қатысқалы отыр. Сендер аюмен бірге сабақ тыңдағыларың келе ме? Ары қарап сабақ жалғастырғыларың келе ме?
Жарайсыңдар бала, рахмет. Аю қаншалықты қате жасаса да, біз оны кешіргіміз келіп отыр, Ол енді өз қатесін түсініп, бүгіннен бастап бізбен бірге сабаққа қатысқысы келіп отыр. Ал енді аю өзінің а деп айқайлаған дыбысын таңбалағысы келіпті. Аюдың қолында а әріпі бар екен. Қолында тұрған әріп ол баспа түрі деп аталады. Яғни баспа түрі дегеніміз, біз кітап, журнал жазғанда баспа түрін пайдаланамыз. Ал егер біз дәптерге жазғанда, оның жазба түрін пайдаланамыз. Міне экранға мұқият зер салайық. Бас әріп, а бас әріп және кіші әріптен тұрады. Экраннан не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ара көріп тұрмыз. Қаны бәріміз дауыстап, ара деп дауыстайықшы қаны. Ара, дұрыс. Ара деген сөзде қанша а дыбысы естіліп тұр? Қаны саусақтармен көрсетіңдерші. Жарайсыңдар, 2 а естіліп тұр, сөздің басында және аяғында. Міне неге қызылмен белгілеп қойдым? Себебі а дауысты дыбыс. Расымен дауысты дыбыс бекен? А әріпі бар ма екен? Арамен бірге тексеріп көрейікші қаны бәріміз. Ура, жарайсыңдар балар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Ал енді сөздің соңында қай әріп келіп тұр екен? Жарайсыңдар балар, сөздің басында және сөздің соңында а әріпі келеді екен. Ара деген сөзде. Және қанша әріп бар екен? Қанша әріптің орны бар екен? Бәріміз бірге санайық. 1, 2, 3. Дұрыс айтасыңдар. Ара сөзінде 3 әріп бар екен, 3 дыбыс бар екен, және қанша буын бар? Ал ара. Оны сендер осы сабақтың астындағы кері байланысқа жаза кетіңдер, қанша буын бар екен, жарай ма? Балалар бүгін бізге ара өте риза болып, өзінің рахметін айтқысы келіп отыр. Қараңдаршы, қандай керемет бізге рахмет айтты балалар. Ара, саған да рахмет. Бүгін біз сабақты сенімен өте көңілді өткізіп жатырмыз. Солай ма балалар? Ал енді балалар, бәріміз орнымыздан тұрып, сергіту сәтін жасап алсақ, а әріпінің қалай жазылуына көңіл бөлейік. Бәріміз мұқият экранға қараймыз. А әріпі 3 элементтен тұрады. Астыңғы сызықтан сәл жоғары қалам ұшын қойып, доғағып сызып, сол жерден көлбеу сызық түсіреміз. Міне, бірінші элемент, екіншісі сол жоғарғы жақтан көлбеу түсіреміз. Бұл екінші элемент және үшінші элементі, оның ең қызығы белдігі бар екен. Кәдімгі белдігі бар. Белдігін тағуды ұмытпаймыз. Енді мұқият зер саламыз. Астыңғы сызықтан сәл жоғары қалам ұшын қоямыз. Доға тәрізді ілгекті көлбеу сызықпен жалғастырып, үлкен жолдың ортасына дейін көтеріп, төмен қарай көлбеу сызық түсіреміз. Және белдігін сызамыз. Жарайсыңдар балалар. Ал енді кіші әріпі қалай жазылады? Соған көңіл бөлейік. Ол 2 элементтен тұрады, өздерін көріп тұрғандай. Ал кіші әріп кіші сызықтың жоғарғы бөлігінен солға қарай дөңгелек сызып, кіші ілгекпен байланыстырамыз. Бас әріпі жазылу ережесіне көңіл бөлеміз. Міне қаламды көріп тұрмыз ғой, Осы қаламмен астыңғы сызық, міне астыңғы сызық, астыңғы сызықтан сәл жоғары қалам ұшын қойып, сызыққа тигізіп,
жоғары көтеріп, доға сызып, осы үлкен сызықтың ортасына келгенде, үлкен сызықтың ортасына дейін көтеріп, төмен қарай көлбеу сызық түсіріп, сызыққа тигізіп жазуымыз керек. Көлбеу сызық түсіріп, белдігін сызамыз. Және қайталаймыз. Кіші сызыққа арналған жолға қараймыз. Кіші сызықтың жоғарғы бөлігінен, міне, кіші сызық қызыл тұр ғой, міне, қызыл. Кіші сызықтың жоғарғы бөлігінен солға қарай дөңгелек жасай отырып, кіші ілмек сызамыз. Жарайсыңдар балалар. Енді дәптерлеріңді ашып, А әрпін жазамыз бірге. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.